Excel параметрлері бағдарламаның маңызды аспектісі болып табылады. Өйткені олар бағдарламаның қалай жұмыс істейтінін бақылауға мүмкіндік береді. Бұл бейнеде біз оларды қалай табуға болатынын және сізге пайдалы болуы мүмкін басқа да бірнеше жалпы опцияларын қарастырамыз. Ең жиі қолданылатын нұсқалардың кейбірін біз қайта қарастырамыз, өйткені олар кейінгі тақырыптарда өзекті бола бастайды. Сонымен, параметрлерді ашудан бастайық. Біз файл қойындысына келеміз. Төменгі сол жағында сіз параметр дегенді көресіз. Түймесін басыңыз, сонда бұл біздің Excel параметрлерімізді ашады. Әртүрлі нұсқаларда параметрлердің орналасуы әртүрлі болуы мүмкін, алайда жалпы барлығы бірдей. Біз общий параметрі дегенді қарастырайық. Бұл бөлімде бағдарламаны ашқаннан кейін Excel бейнесі қалай көрінетінін анықтауға болады. Мәселен, текст деректерді таңдаған кезде пайда болатын шағын пішімдеу құралдар тақтасын қосуға немесе өшіруге болады. Сондай-ақ динамический просмотр, яғни баспас бұрын тінтіреуішті жақындатып алдын ала қарап опциясын қосуға және өшіруге болады. Бұл өте пайдалы, алайда сіз оны өшіргіңіз келсе, сіз оны өшіруіңізге де болады. Жаңа жұмыс кітаптарын жасау кезінде сіз стандарт бойынша тұратын қаріп пен өлшем және парақтардың санын өзгерте аласыз. Мен қаріптерді өзгертуді ұсынбаймын, өйткені body font ағымдағы Excel-дің тақырыптарымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ал қаріп өлшеміне келетін болсақ, егер сіз әдетте 12-ні қолданбасаңыз, онда оны өзіңізге ыңғайлысына өзгертсеңіз болады. Мысалы, мен 11-ді жиірек қолданамын. Соған ауыстырайын. Жаңа нұсқаларда Excel бағдарламасын ашқан кезде сіз тек бір парақты аласыз, бірақ қажет болса оны көбейте аласыз. Келесі, мұнда сіз Excel программасының түсін анықтайтын стилін өзгерте аласыз. Сіз көргенде менде темно-серая, қара сұр түс тұр. Оны белая, черная немесе разные цвета, түрлі түсті түстерге ауыстыруға болады. Менде қара сұр түс тұр, өйткені ол көзді ауыртпайды. Сіздерде жасыл түс, яғни түрлі түсті стиль болады стандарт бойынша. Енді келесі опцияға өтіп, формулаларды басамыз. Әзірге бұл жерде алаңдайтын көп нәрсе жоқ. Бірақ өте маңызды нұсқалардың бірі вычисление в книге, жұмыс кітабында есептеу. Әдепкі бойынша бұл автоматты күйінде орнатылады. Бірақ егер сіздің жұмыс кітабыңызда есептеу енгізгенде барлығы автоматты түрде қайта есептелмесе, осында кіріңіз және бұл опция әлі де автоматты түрде орнатылғанына көз жеткізіңіз. Енді бірнешеуін өткізіп жіберіп, біз сохранение, сақтау параметріне түсеміз. Бұл өте пайдалы. Әдепкі бойынша сізде автосохранение каждые 5 минут деп тұрады. Бұл дегеніміз, егер сіздің батареяңыз өлсе, немесе компьютер себепсіз өшіп қалса, сіз ешқашан 5 минуттан артық жұмысты жоғалтпауыңыз керек. Мұның қосылып тұрғанына мән беріңіз. Егер сізге қажет болса, оны өзгертсеңіз де болады. Сонымен қатар, бізде каталог данных для автовосстановления, автоматты сақталған файлдарды қайда сақталатынын айтады. Әдепкі бойынша менің файлдарым app data папкасында сақталады. Егер бұл орынды болмаса, оны өзгертуге болады. Енді тағы бір маңызды нәрсе, біздің бағдарламамыздың тілі, яғни езік. Әдетте өзіңізге ыңғайлы тіл түрін таңдайсыз. Менде русский основной деп тұрғанын байқайсыз. Одан бөлек тағы ағылшын тілде бар. Қосымша тіл қосу үшін мына жерде добавить язык пернесін басып, ашылмалы тізім арасынан керек тілді таңдаңыз. Содан кейін установить орнату түймесін басыңыз. Егер сіз тілді тізімнен алып тастағыңыз келсе, оны мына жерде таңдап, содан кейін удалить түймесін басыңыз. Енді дополнительно параметріне кірейік. Мұнда кейбірін жылдам қарастырайық. Енді олардың көпшілігі сіз үшін қажеті жоқ, бірақ төмен айналдырсаңыз, отображение опциялары бар екенін көресіз. Мысалы, мұнда файл түймесін басқан кезде қанша соңғы жұмыс кітаптарының саны көрсетілетінін өзгертуге болады. Қазір 50-ге дейінгі файлдарды көрсетеді. Ең бастысы, сіз мына жерде единицы на линейке, яғни Excel бағдарламасындағы сызғыш бірліктерін өзгерте аласыз. Әдетте олар сіздің аймақтық параметрлеріңізге сәйкес болады. Бірақ егер ондай болмаса, сіз оларды дюймге немесе сантиметрге өзгерте аласыз. Бұл опциялар барлық жұмыс кітаптары үшін орнатылған. Сондықтан сіз осы орнатуларды сақтасаңыз, Excel бағдарламасын ашқан сайын, ол осы опцияларды пайдаланады. Бірақ егер сіз сәл төмен қарай айналдырсаңыз, параметр отображения книги, ағымдағы жұмыс кітабының немесе тіпті отображение листа, ағымдағы жұмыс парағының көрініс параметрлерін өзгертуге болатын параметрлері бар екенін байқайсыз. Мәселен, мен сетка тор сызығының түсін сұрдан көкке ауыстырғым келсе, мұнда түсін таңдап ОК түймесін басамын. Сонда торларымның түсі толық өзгереді. Енді біздің параметрлерімізге қайта оралайық. Файл және параметрі,
тағы екеуін қарастырамыз. Панель быстрого доступа тақтасын қалай өзгертетінімізді бұрын көрдік. Егер сіз осы опция нұсқасына кірсеңіз, бұл сізге көбірек мүмкіндік береді. Сіз часто используемые, яғни жиі қолданылатын танымал командаларды, немесе все команды, барлық командаларды таңдай аласыз. Сіздің таспаңызда жоқ құралдарды да осында тауып, оларды панель быстрого доступа тақтасына кез келгенін таңдап қоса аласыз. Сондай-ақ егер сіз көргіңіз келмейтін нәрселерді басқа біреу панель быстрого доступа тақтасына қосқан болса, сброс пернесін басып, панель быстрого доступа құралдарының қалыпты түрін келтіруге болады. Сол сияқты сіз өзіңіздің таспаңызды да өзгерте аласыз. Әдетте мұны істеудің қажеті жоқ, бірақ егер сіздің мысалы разработчик атты қойындыңыз көрсетілмесе, сіз кіріп разработчик деген қойындысын белгілей аласыз. Содан кейін ол сіздің параметрлеріңізден шыққан кезде таспада көрсетіліп тұрады. Осылайша сіз Excel параметрлерін өзіңізге ыңғайлы етіп өзгертуіңізге болады.